Қайырлы күн, қадірлі тыңдармандар. Бүгін біз Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасындағы ең мұңды, ең зарлы сәтке аттың азалы әні тарауына тоқталамыз. Бұл тек қана ақан серінің құлагермен қоштасу емес. Бұл бүкіл халықтың қайғысы, дала үннің жоқтауы. Қош, енді қалдың кейін, құлагерім. Тұрмадың, жығылғаннан жылап едім. Жалғанда саяқ жүріп таяқ жедім. Көретін күнім шығар бұда менің. Бұл жолдар ақанның тек құлагерге емес, қоғамдағы әділетсіздікке айтқан зары. Құлагер жай ғана тұлпар емес, еркіндік пен ар намыстың бейнесі. Ақан сері осы ұлы ұғымдар үшін күресті, серілік пен өнерді қарсылықтың құралына айналдырды. Ол әнімен шерін тарқатып, жоқтаумен мұңын жеткізді. Ақанның дауысы жапан далаға тарады. Жалғыз өзі құлагердің басын алып, жаяулап кеткенде, оның артында ән қалды, аңыз қалды. Құлагер, қош атым, жолдасым-ай. Мен білдім түнесемде тұрмасыңдай. Тигізбей топыраққа жоғарылып, сақтармын өлгенше қу басындай. Ақан сері тұлпарынан ғана айырылған жоқ. Ол үмітінен, әділеттен айырылды. Бүгінде біз дәл осындай трагедияларды басқа елдер әдебиетінен де кездіреміз. Бұл жай ғана қазақтың зары емес, бұл адамзаттық қайғы. Иә, мысалы, орыс әдебиетіндегі Пушкин, ағылшын әдебиетіндегі Байрон, түрік поэзиясындағы Назым Хикмет бәрі де бостандықты жырға қосқан. Құлагер қазақ халқының еркіндікке ұмтылған жүрегі. Құлагер, қолда жүрген құланым-ай, ішінде омыртқамның жылыным-ай, жын бекен, сайдан бекен қаза болғыр, қанды қол, қастық менен руын-ай. Құлагер, құлыныңнан керімедің, нағашым сұрағанда беріп едің, аттарды ерейменге айдағанда оқты көз, уғиылғыр көріп едің. Құрметті тыңдаушылар, сіздерге тапсырма. Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасындағы идеяны ғаламдық деңгейдегі еркіндік, әділет, халық үні мәселелерімен байланыстырып, әдеби эссе жазыңыз.